Қайырлы күн, бүгін сіздермен шоколадты қыздарға арналған торт пісіретін боламыз. Ингредиенттерін описанияға қалдыратын боламын. 4 жұмыртқаны құрғақ ыдысқа бірінен кейін бірін жарып саламыз. Одан кейін барып қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің ең алдымен жай жылдамдығында бастап, одан кейін жайлап бар жылдамдықта қозғайтын боламыз. Осылай 5 минут бойы жақсылап көпіртіп, аппақ көбік болғанша қант пен жұмыртқаны араластырамыз. Осындай масса болған кезімізде шоколадымызды құямыз. Шоколадымызды құйып, әбден араластырамыз. Біркелкі масса пайда болғанша араластырып, шоколад пен сары майымызды водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Бірден ыстық күйінде жұмыртқаның бетіне құймаймыз, себебі жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті 1 минут немесе 2 минуттай араластырып сәл суытып алғандарыңыз абзал. Одан кейін какао, разрыхлитель және ұн қосылған массаны, құрғақ массамызды жаймен қосамыз. Бірден барлығын қоспаймыз. Бірінші жартысын салып аламыз. Араластыруға оңай болу үшін міндетті түрде електен өткізіңіздер. Дайын болған массамызды пергамент қағазына саламыз. Пергамент қағаздарын мен алдын ала дайындап қойдым. 22 см етіп сызып. Пергамент қағазы менде поклан, өте сапалы. Кез келген выпечкаға, кез келген тамаққа қолдана берсеңіздер болады. Духовкада пісетін. Әр слойға 4 қасықтан салдым. Сонда бірдей болды менде. Бір келге етіп осылай жаямыз, жағып аламыз. «180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіріп алсаңыздар болады, күйіп кетпесін. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. 33% сливкиге қант араластырып, жақсылап осылай кішкене қою болғанша араластырып аласыздар. Осындай масса болған кезде тоқтатып, үстіне творожный сыр қосатын боламыз. Творожный сырды барлығын қоса салсаңыздар болады бірденнен. Енді біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қою, әдемі крем болу керек.
Біздің креміміз дайын. Осы кремді крем құятын мешоктарға салып, 4 мешок керек болады бізге. 4-еуіне бірдей етіп салып алыңыздар. Торттарыңыздың ортасы біркелкі бірдей болып тұру үшін бұл. Мен кремді таразыға салып өлшеп аламын мешокқа салғаннан кейін. Тортымыз жылжып кетпес үшін осылай кішкене подложкаға жағып алып, коржымызды қоямыз. Мен осындай лента қолдандым. Лентаның сыртынан тортқа арналған кольцоны саламыз. Бұл егерде сіздерде кольцо, лента болмаса, міндетті түрде емес, тек өздеріңіз кремді жақсы жағаласаңыздар болды. Бірақ крем жағылып болғаннан кейін тортты тоңазытқышта 1 күн бойы салып қоямыз. Сол кезде сыртынан пищевой пленка дейміз ғой, сондайлармен орап қойсаңыздар болады. Осылай кремдерімізді біркелкі етіп жағып, сығамызды жақсылап біркелкі етіп жағып аламыз. Ең соңында кремімізді торттың бетіне де жағамыз, себебі кеуіп кетпес үшін, жұмсақ әдемі болу үшін бетіне де жағып, бетіне пищевой пленканы орап, 1 күнге немесе кем дегенде 6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Бізде торт 1 күн бойы тұрды. Енді бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға қант ұнтағын жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Бұл бізге торттың сыртын қаптағанға керек. Осы массамызға крем чиз, творожный сыр қалағаныңызды салсаңыз болады. Жақсылап осы масса біріккенше араластырасыздар. Менде крем чиз. Мен фиолетовый гелевый краска қостым. Осы массаны қайтадан жақсылап араластырамыз. Гелевый краска пайдаланған дұрыс, біркелкі әдемі болады.
және сапалы болғаны да жақсы. Массамыздың барлығы бір түс болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Болғаннан кейін лопатканың көмегімен шет-шетін жақсылап жинап алып, ішіндегі ауасын шығарамыз. Осылай араластырып, ішіндегі ауасы кеткенше араластырсаңыздар, кремнің жаққан кезде пузыректер шығып, тесік-тесіктер пайда болмайды. Осылай жылдам-жылдам жақсылап араластырып алыңыздар. Неғұрлым көбірек араластырсаңыздар, соғұрлым жақсы болады. Біз міне бір күн тұрған тортты ашамыз. Қатты, әдемі болып тұрады кремдері. Осылай жаймен мешокқа салып алып, бірінші черновой дейміз ғой, соны жағып шығыңыздар, текстеп алыңыздар. Кремді 2 мешокқа бөліп салсаңыздар болады. Енді екінші слойын теп-текс етіп жағуға тырысамыз. Осылай шпательдің көмегімен жақсылап текстеп алыңыздар. Әрбір торт пісіретін кондитер қызға шпатель керек деп ойлаймын. Осылай бір келкетіп поворотный столикті қолдана отырып, жақсылап айналдырып, кремін бір келкетіп жағып алыңыздар. Торттың кремін жағып болғаннан кейін бірден тортты әсемдедім. Оған кондитерлік магазиннен дайын заттарды алып қойдым. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.